Хайырлы көн, хөрмәтле җәмәгать. Урыс халкында әйтәләр, в зимний холод всякий молод ди. Анда бер мәгънәсе бардыр инде. Üşümәскә дип бийләрдер, шуны әйтәләр. Ә минемчә менә безгә күбрәк килешкән инде шушы елы көн. Эссе көн. Әллә 32, әллә 33, 35 булмаса. Хатта җиле шундый. Эссе җил. Бу Татарстанда кайнар дип әйтәләр. Без менә Оренбур өлкәсендә эссе дигән, монда кайнар. Күп инде сүзләр монда килгәч. Башта беренче елларда кибеттә белмичә күмәч дисәң, алар монда икмәк, ипи диләр мәсәлән. Эссе су димиләр, кайнар су диләр инде. Төрле. Әгәр дә үзеңчә әйтсәң, алар теге әйтәмез акайып карыйлар шушы. Шуңа күрә аерылмаска дип алардан тырышасың, туган якка кайткач тегеләшә сөйлисең инде бездә ничек килешә шунда. Әле бер грузин әйткән, бездә ди грузин бер аксакал грузиннарның шунда тора. Әле әйткән бит, атасы ширләгәч киткән туган ягына шунда ди җиргә ди кулын җиргә кагылды да ди, татар җире ди, минем баламны ди, үзеңнең балаң кебек кабул итеп, шулай итеп, мин ди китәм ди, сине яратмаганнан түгел ди. Нәрсә дип, шулай дип, шул видеода хатта бар. Менә шул әйтәдер, әйтә. Бездә ди грузин халыкта әйтем бар шундый ди. Нинди халык арасында яшисең, шуның баш киемен ки дип. Шулай кайтасың да, тырышасың инде. Бездә авылда менә казак сүзләре бик күп. Алар хатта безнең ата-бабаларыбыз дистәләр ел буенча шулар белән сөйләшеп, катнашып йөргәч, үзгәртеп бетергән сүзләрне мин монда сөйлим, кызык. Бер мен әйтәм, студент чагым булса, филология яктан язарым бер диссертация мәсәлән. Диссертация түгел, курсовой вакытта мәсәлән, авылда монда килешмәс ни дә. Екатеринбург шәһәрендә, Казанда килешер. Урысча әйтмешли заимствование. Бездә мәсәлән казаклар ия диләр. Татар монда әйе ди, ә безнең авылдагы татар ие ди. İngiliz tilində yes ди. Аларда İngiliz tilində беләсез бит каас, аларда да каас мәсәлән бәби детка ди, аларда бәби ди. Кемдер тотына сүзләрне менә бездән телдән килгән, әле бит бер мәрхүм инде урыс шул теге әйтәдер. Алар имеш бриты, кырынган, булар кырынмаган, шулай ул бераз шарайткан булып сөйли дә, халык надан, кайсы вакытта аңлый, шулай дөрес, шулай икән дип. Ул минемчә бер ханым әйткән инде урыс теле хакында. Аны бик карамыйлар. Халык теге уен көлкене карый. Уен көлкене миллионнар карый, 10 миллионнар. А монда бер ханым укыган марҗа сөйли ул ди. Күп хаташлыйлар. Хатта мин менә ушы безнең авылдагы халык, төрле халыклар вәкилләре нинди сүзләр куллана, шул хакында язсам, берсе миңа гел комментарийда сүзләрне әйләндереп, имеш күрсәтә акыллыгын имеш. Ул әллә нинди ул сүзләр каян килгәнен дә белмисең әле. Теге бит Якубович вакытында Арбатны имеш нәрсә Мароккода башкаласы Рабат, шуның исемен кушканнар. Әллә кайдагы Марокко имеш. Ул менә Мәскәү ничәнче гасырларда аякка баскан иде. Шунда әллә кайда Рабатны имеш, килеп бәйләп куйганнар, Мәскәүдә имеш, Рабат имеш. Анда күрсәттегез,
Мароккодан келген адамдардың іздері бар ма? Татар тулы болған, хатта тігі қарайсың ненеде, айтам бит Островский бойынша кино бар, комедия. Женеба Бальзаминова. Тігі саудагер айта, по-татарски yok, по-русски нет де. Тағы Матриона деген қызмет еткен ханым біліп алады, тігі екі қатынға үйленем деген, сен әлі татар ма де. Татар ізі көп. Аны ихтибар етмейлер. Имеш татар болғаш енді өздерін кемсетәс келмейді. Татарның ізін көрсеттерге, татар енді уақ деп санылар мәлі. Татарны уақ деп санылар мәлі. Ихтибар ғалайықлы түгілдір бәлкі. Алардың ізі бәлкі шул тігі. Хатта Марокко шулда болған, ол Британияда түгіл, хатта Францияда түгіл, Германияда түгіл, Марокко қайта юғарырақ екен аларға. Хатта Мароккодан келгенде шул имеш, Рабат деп, Арбатны Рабат деп атағанлар имеш. Міне бізде ауылда айтелер, йоқны-бұқны сөйлейді. Шул шекілі, шундай нәрсе келіп шығайынды ол. Біздің тіллері бізде, әлі тігі татар халқын күйеуі бар бейді. Павел Снежок, Воля деген. Мен аны шаяртып яздым. Үйленге шул Павел Снежок не Воля деп атарға болады. Шөнки ол кел хатына бойсына аңладым енді. Ну, ол молодец хатыны бойсындырған, ешмасам ол малайына. Яратам да яратам деп тұра ол кел сахнаға шықса. Шул бейт, аптыраған хатына айтқан Ләйсан Өтяшева. Фәлән сөзләр татар тілінен кірген, фәлән сөзләр татар тілінен кірген деп. Ол хатта бір шығышы бар, анда гүл сөйлеп, бүтін қайсы сөзлер қолданған, шуны хаттан ширатқа қойып аларыны сөйлеп шықты. Аны бізге оқытқанда айтмейлер, хатта тігі филолог, тіл ұсталары да гүл ешірелер. Міне, мәселен, телевиденде бар алып барушы Шарапова. Аны танылған адам. Бір қайшан оқыдыңыз ма біле, интервью болғанда Шарапова қаян шыққан. Шарап, Шарип, кімдір анда шунда болған нәсілінде енді. Шарип исімлі, шунан кеткен Шарипов, Шарапов. Ол бәрбір енді ғарап шашынки түрліше. Әлі хатта мен тігі бисмилла деген, басмалла деп қайсы уақыттан еткенлер қолданғанлар. Әлінсе шул И-А ойны да тұра ол. Міне тігі фарси, перси, орыс тілінде соңынан шыққан бетіне фуфайка деген алғы сөзлеріні сөздікті. Аларда өзіні юқ. А дегенге башылағыз мәселен. Азбукадан башқа анда юқ, қалғанлары бәрі шетелден келген сөздер. Фуфайка деген ол орыс тілінде болмаған. Алла шуға көрі перси деп кеткенлер. Шуны әлі Огурцов монологында айтқан бейді. Где же правда жизни товарищи де. Они шуны көрсетмеске міне. Шушы халықлардан келді сөзлер деп. Шушы халықтан біз қабыл еттік шул сөзлер деп. Алай бола бейді. Бұл да мәселен Шарапова еміш. Аны білмейше шул қарап тұрам, шулынан келген фамилиясы. Әлі кім әлі Абдулов мәрхум есен сау болғанда шул түнне эфир болды, шунан сұрым дегенім, ешмасан білесің ме, қайдан келген фамилия. Бір қайшан қызық сынымайлар міне. Абдулов деген болды бейт анда бізде. Не артист, ой, жоқ артист түгіл. Айы артист. Айы. Саташмасам Александр Абдулов. Айы. Халал жифітті менде хатыны Алфиорова мәселен. Көбісі қызық сынмай. Ана тігі Лермонтов емеш хатта неден шотландец, Лермоннан келген деп сұқланалар, ғырурланалар. Әміне бұл татардан мы, түріктен, татар болса түріктен шыққан деп бірді артық сөйлерге яратмайлар. Нәрседен ол міне? Дұрысын айтыр керек қар шақта. Міне біз, мен фикірім бойынша юлдан шықмадым мен. Башта шул тіллері бізде неде сөздер қоллана, шуны сөйлеп кеткенем. Шунасын енді халықлар турынан да сөйледік. Қызықсынсаңыз давам етірбіз, екінші түрлі сөйлермін. Исен сау тұрыңыз, ихтибарыңыз үшін рахмет.